мынаны қараңыз. 2-ның дәрежесіне байланысты сандар жазып аламыз. Мына 0 дәрежесі 2-ның, 1 дәрежесі, 2 дәрежесі, 3 дәрежесі, 4 дәрежесі, 5 дәрежесі, 6 дәрежесі, 7, 8, 9, 10 дәрежесі 2-ның дәрежелері. Сосын сандар жазып алдық. Енді мысалы мына бірінші сан 322. Енді іздейміз, қараңыз. 322-ден аз санды іздейміз. Мынау бізде көп болып тұр, мынау көп болып тұр, мынау аз сан. Міне 322-ден 256-ны азайтсақ 66 сан. Енді 66-тан аз санды іздейміз енді. Мына жерге 1 деп жазып қойдым, міне. 1 деп жазып қоямыз. 66-тан аз санды іздейміз. Мынау көп болып кетті. Бұны аз, міне. 66-тан 64 азайтамыз енді. 2 қалады. Мына 2-ден көп, 2-ден көп, 2-ден көп, 2-ден көп, 2-ден аз, міне. 2-ге тура бұтты, міне. 1 қалды. Енді 2-ден азайтамыз 0. Міне сонда қалған сандарды жазамыз, міне. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, сосын 1, 0. Яғни, міне. Осыны сандарды жазып шығамыз. 322 деген бізде 10-дық бөлшек, 10-дық сан, 2-лік жүйе. 10-дық жүйедегі 2-лік жүйедегі сан. Осы аяндадық.